Сіздерді EasyKZ арнасынан көргеніме қуаныштымын. Дивиденд. Осы сөзді талай естіген шығарсыздар. Қазір сіздерге оның не екендігін және дивиденд төлеудің үздік компаниялары туралы айтатын боламын. Осы компаниялардың тізімін есте сақтап алуға кеңес беремін. Себебі мүмкін олар сіздердің пассивті табыстарыңыздың басты көзіне айналады. Алдымен, болашақта шығатын қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін сіздерден каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліп, қолдау ретінде лайк баса кетулеріңізді сұраймын. Биржада саудаланатын компания табыс тапты делік. Ол тапқан табысының бір бөлігін өндірісін жаңартуға, жаңа құрал жабдық сатып алуға немесе компанияны ұлғайтуға жұмсайды. Ал одан басқа бөлігін, яғни табыс қалып жатса, оны акционерлерге бөліп береді. Осы дивиденд деп аталады. Дивиденд көлемі акционердің қолында бар акциялар санына және компанияның қаржылық көрсеткіштеріне байланысты болады. Дивидендтік акцияны сатып алған кез келген акционер дивиденд ала алады. Дивидендтік саясатты керемет атқаратын компанияларды дивиденд төлеуші ақсүйектер деп атайды. Оларға дивидендтік төлем көлемін жылдан жылға 25 жылдан астам уақыт бойы арттырып келе жатқан компаниялар жатады. Қазір осындай жетістікке жетіп келе жатқан топ 5 компанияны айтатын боламын. Естеріңізге сақтап алыңыздар. Ал егер олар сіздердің портфелеріңізде болса, онда тіпті керемет. Сонымен, осы ақсүйектер қатарына Coca-Cola, ExxonMobil, Chevron, AbbVie, Johnson & Johnson, Procter & Gamble жатады. Бұл компанияларды биржаның батырлары десек артық айтпаймыз. Олар 2000 жылдары болған .com, ипотекалық дағдарыс, 2008-2009 жылдары болған қаржылық дағдарысқа және 2019 жылдары басталған пандемияға қарамастан дивиденд төлеуді тоқтатқан жоқ. Одан бөлек, дивиденд төлеп қана қоймай, оның көлемін де өсіріп отырды. Пассивті инвесторлар портфельді құрған кезде осы дивиденд төлеуші ақсүйектерге негізделеді. Бұл тегін емес. Себебі біріншіден акция бағасы сатып алған бағадан төмендеп кетсе де табыс алу мүмкіндігі жоғалмайды. Яғни акция арзандап кетсе де дивиденд төлене береді. Екіншіден, дивиденд түскен ақшаны қайта инвестициялауға болады. Сол арқылы сіз күрделі пайыздың арқасында пассивті табысыңызды ұлғайта бересіз. Үшіншіден, дивидендтік акциялардың тұрақсыздығы төмен. Олардың өсім акцияларынан басты айырмашылығы осы. Әдетте, нарықта тұрақсыздық туындаған жағдайда дивидендтік табыс ең керемет шешім болып табылады. Соның арқасында нарықтық тұрақсыздық жағдайында дивидендтік акциялар оңай саудаланып кетеді. Әрбір компанияның өзінің дивиденд төлеу уақыты бар. Кейбір компаниялар жылына бір рет төлейді, ал кейбіреулер жарты жылда бір рет, ал кейбіреулер тіпті әр 90 сайын төлейді. Мысалы, егер сізде ExxonMobil компаниясының акциясы болса, әрбір 3 ай сайын дивиденд алып отыру мүмкіндігіңіз бар. Егер сіз капиталыңызды ұсақтағыңыз келсе, ұзақ мерзімге инвестициялайтын болсаңыз, өзіңізді пассивті инвестор санайтын болсаңыз, доллармен инвестициялағыңыз келсе, тұрақты доллармен табыс тапқыңыз келсе, алайда тәуекел жасауға қорқатын болсаңыз, онда жаңағы айтылған дивидендтің ақсүйектеріне инвестиция жасаңыз. Ал сіздер жоғарыда аталған компаниялардан дивиденд алып көрдіңіздер ме? Пікірлеріңізді комментарийға жаза кетіңіздер. Видеоға әлде қашан лайк басып қойдыңыз деп үміттенемін. Болашақта инвестиция жайлы қазақша тағы да видео көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп қолдау көрсетіп кетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет.